Мен зерттеушімін алаңында біз бүгін тәжірибе жасаймыз. Біз қандай тәжірибе жасаймыз, балалар? Біз гүлдер қалай су ішеді деген тақырыпта тәжірибе жасап көреміз бүгін. Біз мына гүлдерді көріп тұрмыз ғой, балалар? Қараңдаршы, осы гүлдерге су құямыз ғой, осы гүлдеріміз біздің суды қалай ішеді екен? Сол жөнінде қазір мағлұмат алып көресіңдер. Ол үшін мына 4 құты ыдысқа мен кішкенеден азырдан су құямын. Және ол бізге қалай су ішетінін біз білу үшін осы құтыға мен бояу қосамын, бояу түрлерін қосамын. Сендер араластырып маған көмектесесіңдер, жарай ма? Қандай түс? Жасыл. Мынау қандай түс? Қызыл, көк, сары. Жарайсыңдар. Айша, Мирас, менің көмекшілерім. Кәнекей Айша мен Мирас маған көмектеседі. Мен мұнда сары түстен салам. Мирас, сен сары түсті араластыра ғой. Айша, саған қызыл түстен саламын. Сен қызыл түсті араластыра ғой. Көк түстен салайын, суын төгіп алмай араластыра ғой. Айша, араластыра ғой суыңды. Сен Мирас сары түсті араластыра ғой. Қане араластырдық па? Қандай түс болды суымыз? Суымыз сары түс болды, міне тағы да араластыра ғой. Қызыл түсті араластыра ғой, кәне. Сөйтіп аламыз, кәне жасыл түсті, қалам түсті. Енді қандай түсіміз араластырады? Жасыл. Кәне мен жасыл түсті салып берем, сен араластыр, маған көмектесе ғой. Бояуларымызды орнына саламыз. Осы гүлдерімізді қазір біз суғарамыз. Ол үшін біз мына қорапқа қазір гүлдерді, мына гүлімізді осы суға салып отырайық. Көк түсті бояуға бір гүлімізді салдық. Қызыл түсті бояуға салдық бір гүлімізді, қызыл түсті бояуға салдық. Екінші гүлімізді жасыл түсті бояуға саламыз. Қазір біз гүлдеріміз қалай су ішетінін бақылаймыз. Енді сары түске саламыз. Қанекей, сары түс. Енді біз гүлдеріміздің қалай су ішіп жатқанын бақылайықшы, балалар. Қараңыз, гүліміз біздің қалай су ішіп жатыр екен. Қараңдаршы, балалар, біздің ақ гүліміз суды ішіп жатыр ма, бойына сіңіріп? Қараңдаршы, Мирас, жақын тұрып қарай ғой. Міне, көк түсті бояудағы гүлді ақ гүліміз көк түсті бояу сорып жатыр. Қазір осы біздің гүліміздің бәрі су ішіп бітеді. Ал біз енді бұл гүлдеріміз қанекей су ішіп болғанша біз тағы да мынандай қызықты тәжірибе жасап көреміз. Мына жерде гүлдерді суғарамыз біз енді. Гүлдерімізді қараңдаршы, бәрі жабылып тұр, гүліміз су ашпай жабылып тұр екен. Енді осы суға гүлге су шашсақ не болады екен? Қараңдаршы, балалар. Ашылады. Гүліміз ашылып келе жатыр, Сен байқап көрші, Мирас. Сен байқап көрші, шаш. Ал қане, Айша, сен байқап көрші, қане. Ой, гүлдеріміз ашылып жатыр ма? Гүлдеріміз ашылып жатыр, шаш, Айша. Ой, гүлдеріміз су ішіп еді, біздің гүлдеріміз ашылып жатыр, балалар. Қараңдаршы. Қандай тамаша, Қанекей, қыз су ішіп еді, балалар. Ал біздің көрдіңдер ме, балалар? Гүліміз суды бойына сорып, міне өстіп біздің гүлдеріміз су ішеді екен, балалар. Осымен, балалар, біздің тәжірибеміз аяқталды. Сау